Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы микрокредит арестерін қалай шешу керек. Осы тақырыпты видеомызда толыққанды ашып, заң тілінде емес, түсінікті тілде айтып түсіндіріп кететін боламын. Ең алдымен достар, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліңіздер, бізбен бірге өзіңіздің заң саласында сауатыңызды ашыңыздар. Ал енді біз осы микрокредит арестерін шешу тақырыптарына оралайық. Егер де сіздер әртүрлі микрокредиттардан ақша алып, келісім шартта көзделген осы уақытта ақшаны қайтара алмасаңыз, сізге біріншіден микрокредит компаниясынан күнде хабарласып, мазалап ақша төлеуді талап ететін болады. Кейін осы ақша төленбеген жағдайда микрокредит компаниялары немесе микрокредит компанияларының коллекторлары нотариустарға барып, сізге қарсы осы атқару парағын алады. Содан соң сот орындаушылар арқылы осы арестер қойылатын болады. Осы жерден бастап қызықтың барлығы басталады. Арестерді сіздің шоттарыңызға қойылғаннан кейін сізге коллекторлар емес, сот орындаушылар хабарласа бастайды. Сізге сот орындаушылар извещение деген документті жіберетін болады. Ол документте сіздің осы қарызыңыздың сомасы, кімге қарыз екеніңіздің барлық ақпарат болады. Заң саласында сізге осы извещение алған соң 10 күн ішінде сізге қарсы шыққан нотариустың атқару парағын бұзу керек болады. Нотариустың атқару парағын бұзу қалай жасалатынын қысқаша айтып кетейін. Ең біріншіден, көбінесе адамдарда өзіне қарсы шыққан атқару парақтары қолдарында болмайды. Сол документті қалай алу керек? Сіздің шоттарыңызды арестке қойған сот орындаушына хабарласыңыздар. Сот орындаушыларда нотариустардың атқару парағы болады. Атқару парағын алу үшін сот орындаушыларға заңды түрде өтініш жазып, нотариустың атқару парағын алыңыздар. Содан соң нотариустың атқару парағына возражение жазасыздар. Возражение дегеніміз сізге қарсы атқару парағымен келіспейтініңіз туралы документ. Сол документті нотариус туралы данныйларды тауып нотариустарға жіберетін боласыздар. Нотариус 3 күннің ішінде сіздің возражениеңізге сәйкес сізге документ жіберу керек. Ол документ сізге қарсы атқару парағының бұзылуы туралы немесе атқару парағын бұзбауы, яғни атқару парағын заңды күшін жоймау туралы документті жібереді. Кейін нотариус атқару парағын бұзбаса, ол документті сот арқылы бұзу керек болады. Ал нотариус өзі атқару парақты бұзбаған жағдайда сол документті алып сот орындаушыға өткіземіз. Сот орындаушылар осы документті алған соң сіздің арестеріңізді 3 күнде шешіп беруге міндеттенеді. Достар, егер де сіздерде осы микрокредит компанияларының арестері болса, шетелге шығып бизнес жасай алмай жүрсеңіздер, немесе шоттарыңызға түскен ақшаны ала алмай отырсаңыздар, зарплаталарыңыздан 50% ұсталып отырса, маған хабарласыңыздар. Сіздердің осы арестеріңізді 7 жұмыс күн ішінде шешіп беретін болармын. Арестерсіз емін еркін жүріңіздер. Достар, осы видеоның астына ссылка қалдырып кететін боламын. Кімде осы шынымен де арестермен проблемалар бар, осы ссылка арқылы өтіп, заявканы толтырыңыздар. Сіздерге өзім 15-20 минутта хабарласатын боламын. Ал енді достар, біздің видеомыз осы аяқталды. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.